Hey what's up boys, мен Нурик. Короче, достар, бүгінгі видеода мен сіздердің жазған сұрақтарыңызға дәл қазір мен жауап беретін боламын. Мен достар, ровно 3 күн бұрын, 3 күн бұрын сіздер маған өздеріңнің қойған сұрақтарыңызды жібердіңіз. И қазір соларға мен жауап беріп тастаймын деп шештім. Бұл видеоны созбай кеттік, ендеше сұрақтарға жауап берейік. Кеттік, go. Достар, ең бірінші сұрақ бізде Clash Royale деген ойыннан кепті. Clash Royale деген бір адамдан ба үшін біреуден кепті. Аликизет немесе Нони таңдау қиын болып тұр. Бірақ та маған Аликизетін айтып кеткен. Мен Аликизеттің видеоларын көп көремін, және Нонидің видеоларын вообще көп көре бермеймін. Кален шегесін бар? Жоқ. Қытайдан не тапсырыс бердім? Мен Қытайдан да көп зат тапсырып жүрмін. Мына микрофонды, мына звуковой картаны, сосын на переходникті, наушник, в общем, маска, в общем, бұрын мен тапсырыстар деген, Қытайдан келген тапсырыстар деген видео түсіретін, қазір ол жоқ, олар тепсам таппайсың. Келесі сұрақ бізде Альбина Алиманова деген келді. В общем, бір сұрақ қай жылғысын? 2005. Қай мектепте оқып, қай мектеп? Қазір айтамын. Қай мектепте оқушы? 10-ші мектеп. Қой деймін. Білесіз, қай қала? Тараз қаласы, және Қызыл Шаруа деймін. Сәлем жолда, Альбина, сәлем. Келесі бізде АТЛТС деген біреуден келді. В общем, бірінші сұрағы. Маған привет. Сен Брайан Мапстың видеоларын көресің бе? Әрине Брайан Мапсты көрем. Ол мен вообще Брайан Мапстың фанатымын. Брайан Мапсты күнде көрем. Мен ютубтан достар қанша ақша аламын деп ойлаймын. Примерно күніне миллион аламын деп ойлаймын. Келесі сұрақ бізде Янго Ивангай деген кепті. Прикол айтты, в общем, өте 100% күлесіңдер. Баяғыда зайсы болып тердестің айтсы болып. Свет өшкенде не істеуге болады? Свет өшкенде далаға шығуға болады. Біз қандай машина ұнайды? Маған дейтін өте көп машиналар ұнайды. Маған көбінесе машина ұнайды ғой. Қандай телефон ұстайсың? Мен в общем Samsung G2 Core. Келесі сұрақ бізде Еразия Q Live деген біреуден келді. В общем, маған сәлем жолда. Сәлем. Болашақта қанша подписчик болған қалайсың? Негізінде болашақта мен көп подписчик болған қалам ғой үшін. Келесі сұрақ бізде Айданка 05 деген келді. В общем, қай жылғысың? 2005. Қай қалада тұрасың? Жаңа айттым ол. Маған сәлем жолдаш, Альбина, сәлем. Келесі сұрақ бізде Гэнгбойдан келді. Сүйікті 3 ютубер. Тоқта, мен сүйікті 3 ютуберім. Орыс ютуберлерінде достар, мен қазір Ивангайды қарайтынмын. Брайан Мапс, Пазл. 3 файнерім ол менде Сека Вайнс, Жека және сүйікті 3 кей-поп тобың 91, Madman, Newton. Келесі сұрақ бізде Нұрбек Ерғали деген келді. Жазғы демалысын қалай өтіп жатыр? Күшті өтіп жатыр. Түске дейін, кешке дейін компьютер, сотка керемет өтіп жатыр. Келесі сұрақ бізде мектепті сағындың ба? Қандай программамен монтаждайсың? Мен сіздерге көп қанша рет айтамын. Мен негізінде Sony Vegas деген программамен монтаждаймын. 13-12-10 общем көп версиялар бар. Ал телефоннан монтаждан келсе мен кейбір кезде KineMaster деген программамен монтаждаймын. Маған сәлем жолда, Нұрбек, сәлем. Келесі сұрақ бізде Қазақбаевтан келді. Компьютерінде қандай ойын бар? Қазір компьютерінде менде CS:GO 1.6 бар, CS:GO бар, және Minecraft бар, сосын бол. Қазіргі мақсаттың 1000 подписчик. Темекі шегесің бар? Жоқ. Турникке неше тартасың? Максимум 10 жасаймын. Келесі сұрақ бізде жай ғана демодан кепті. Телефонда қандай ойындар бар? Қазір телефонда Free Fire деген ойын бар, сосын Brawl Stars деген ойын бар, сосын
божественный Майнкрафт бар. Сен Майнкрафт ойнап жүрсің, әрине мен Майнкрафтты ешқашан тастамаймын. PUBG немесе Free Fire достармен PUBG ойнап көрмегенмін, сондықтан да Free Fire. Келесі сұрақ бізде ерекше қыздан кетті. В общем, бір сұрақ қызым бар ма? Қанша қызбен жүрсің? Қанша қызға ғашық болып көрдің? Қазір санап көрейік. Басынан өткен ең қызық сәт қандай? Ең қызық сәт емес, басынан өткен ең жаман сәтті айтып берейін. Бұл обычный күн болатын. 4 күн бұрын мен көшеде келеді қалдым. Бір кезде мен ешнеге білмей жүгіріп кеттім. Жүгіріп бара жатқан кезде менің қалтамнан телефоным түсіп қалды. Мен оның түскенін байқамадым, сондықтан да жоғалтып алдым. Мен оны 3 күн ұйықтамай іздедім. Сосын таппаған соң мен ол телефонды ұмытамын деп шештім. Сосын маған жаңа телефон берді. Келесі сұрақ бізде ала берген торғайдан келді. В общем, нешедесің? 13-те. Қай қалада тұрасың? Мен айттым. Қай мектепте оқисың? 13-ші мектепте оқимын. Free Fire ойнайсың ба? Әрине ойнаймын. Егер менімен ойнайын десеңіздер, описанияға кірсеңіздер, немесе комментарийға мен өз айдиімді жазып кетемін. Сөйтіп маған дружба тастаңдар, барлығын қабылдаймын. Қызың бар ма? Жоқ. Келесі сұрақ біз Азамат Зенка деген бір фанаттан ба әлде екеумізден ба? В общем, бұрын 91 жайлы видео түсірген әзір қыз емес бар. 91 жайлы видео түсіргім, расыл, бірақ қыз еместен де өлеңдерін тыңдаймын анда-санда. Былай негізі. В общем, достар, осы видеоны лайк бассаңыздар, жазыламын сіздердің болған.